Жиі қойылатын сұрақтар. Катарактаны дәрімен емдеуге бола ма? Қарапайым тілмен айтсақ, катаракта көздің ішіндегі мөлдір хрусталиктің лайлануы. Бір рет лайланған хрусталик өздігінен қайта мөлдір болмайды. Оны ешқандай тамшыда, таблеткада халық емдері де тазартып жібере алмайды. Операция квота арқылы тегін жасала ма? Иә, катарактаны мемлекет есебінен тегін емдетуге толық мүмкіндік бар. Ең басты шарт, диагноз ресми емханада қойылуы керек. Ол үшін алдымен өз емханаңызға барып, офтальмологқа жолдама аласыз. Дәрігер тексеріп, операция қажет деп шешсе, квотаға өтініш беріліп, мемлекеттік клиникаға кезекке қояды. Құжаттар дұрыс рәсімделсе, операция тегін жасалады. Екі көзді екі клиникада ота жасаттым, нәтижелері әртүрлі. Неге? Жауап әртүрлі себепке байланысты. Хрусталик есептеу параметрлері, көздің бастапқы жағдайы